Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл-Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі, ерекше болып шығатын қатпарлы қамырдан жаңа жылдық шырша дайындайтын боламыз. Бұны рецепт емес, ерекше идея деп біліңіздер. Дайындалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен әрине қатпарлы қамыр керек. Мен дайын дүкендігін пайдаланатын боламын. Оларды екі бөлікке бөліп, ол екі бөлікті де жұқалап 2-3 мм-дей оқтаумен жайып аламыз. Және де осындай үшбұрышты шырша түрінде кесіп аламыз. Келесі бөлікпен де дәл солай жасаймыз. Соңында қалған қамырдан жұлдыз бейнесін ойып аламыз. Бір бөлікке осылай жаңғақты шоколадты пастаны жағып аламыз, немесе жай ғана ерітілген шоколадта бола береді. Үстін екінші бөлікпен жауып, жұлдызында бекітеміз. Шыршамыздың жан-жағын осылай орташа қалыңдықта кесіп шығамыз. Кейін видеода көрсетілгендей сыртқы жағына қарай 2 реттен ораймыз. Және де үстіңгі бөлігіне бір жұмыртқаны араластырып жағып шығамыз. градуста қызып тұрған пеште шамамен 20 минут қызарғанша пісіреміз. Сәл қызарып қалғанда, қаласаңыздар осылай әдемілігі үшін түрлі түсті кәмпиттер қоссаңыздар болады. Біздің қатпарлы қамырдан жасалған жаңа жылдық шоколадты әдемі шыршамыз дайын. Бұндай тәтті шырша әсіресе балаларға ерекше ұнайтыны сөзсіз. 5 минутта үстеліңізде қалмай қалады. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл-Айзат, баршаңызға ас болсын.